Қайырлы күн, құрметті студенттер. Қызылорда облысы, Арал қаласы, Арал индустриалды техникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы Бекмағамбетова Әсем Бауыржанқызы. Балық өндірісі пәнінен бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы балықтардың жүйке жүйесі. Сабақтың мақсаты балықтардың жүйке жүйесі туралы мәлімет беру. Балықтардың жүйке жүйесі басқа да омыртқалар сияқты жұлын мен мидан және шеткі жүйкелерден тұрады. Ми 5 бөлікті: алдыңғы ми, ортаңғы ми, сопақша ми, аралық ми және мишық. Жүйке жүйесі арқылы организм сыртқы ортамен байланысады және ішкі органдардың жұмысы реттеледі. Орталық жүйке жүйесінің шеткілерден айырмашылығы ортасында қуыс болады. Шеткі нерв жүйесі соматикалық және вегетативті болып, онан әрі жіктеледі. Жұлыннан басталатын нервтерден тұратын соматикалық жүйке жүйесі көлденең жолақ еттің орталық жүйке жүйесімен байланысын және дененің сезімталдығын қамтамасыз етеді. Ми мен жүйеден басталатын және симпатикалық жүйеден спиналды ганглиялармен жалғасатын омыртқаның екі бүйірінде созылған жүйке білігінен тұратын вегетативті жүйке жүйесі ішкі органдарды орталық жүйке жүйесімен байланыстырады. Балықтардың әртүрлі топтарында олардың өзіндік сипатына сәйкес ми бөлімдерінің дамуы да әртүрлі. Мысалы, дөңгелек ауыздылардың алдыңғы миы иіс сезу үлесімен жақсы дамыған, ал ортаңғы миы мен мишығы онша емес. Акулалардың алдыңғы миы сүйекті балықтардан ерекше. Оның төбесі нерв затынан құралған, өте жақсы дамыған, және мишығы мен сопақша миы да біршама жақсы жетілген. Пелагиялық жақсы жүзетін балықтардың, скумбрия ұшатын балық албырттардың көзі жақсы жетілгендіктен, бұларда ең жақсы дамыған ми бөлімдері ортаңғы ми мен мишық. Құрлықтағы омыртқалардан айырмашылығы балықтардың алдыңғы миы сыртта екі жартшардан тұратын сияқты, бірақ оларды іште екіге бөлетін перде толық емес. Сондықтан ішкі қуысы біреу. Шартты түрде ғана сол жақ бөлігі бірінші, оң жақ бөлігін екінші қарынша деп атауға болады. Бұл ми бөлімінің түбі мен бүйір қабырғалары нерв заттарынан тұрады. Ал төбесі көпшілік балықтарда эпителиалды, ал акулаларда ол нерв тканінен тұрады. Алдыңғы мидың өсіндісі шеміршекті балықтарда иіс сезу үлесін, нағыз сүйекті балықтарда иіс сезу пиязшығын құрайды. Бұл ми иіс сезу орталығы. Оның көлемі негізінен балықтардың иіс сезу қабілеттілігіне байланысты. Бұған қоса, алдыңғы балықтардың үйірлік, топтық мінез-құлқын реттейді. Бұл ми бөлімі бұзылғанда балықтардың өзара байланысы және үйірде болу қабілеттілігі жоғалады. Аралық мидың түбі мен бүйір қабырғалары ми затынан, ал төбесі жұқа дәнекер тканінен құралған. Бұның үш бөлімін ажыратады: төбешік үсті, ортаңғы немесе төбешік және төбешік асты. Бұл мидың ішкі қуысы үшінші қарынша деп аталады. Эпиталамус аралық мидың төбесін құрайды. Оның артқы бөлігінде шағын нерв клеткаларынан тұратын қалыңдаған жері бар. Оның үстінде мүйіз үсті без, эпифиз орналасқан. Таламус көру төбешіктері. Олардың көлемі көздің жітілігіне байланысты. Нашар көретін болса, олардың көлемі шағын немесе болмайды. Гипоталамуста біршама құрылымдар болады. Аралық мидың түбін құрайтын воронка, оған жанасқан гипофиз және тамырлық қапшық. Бұнда ми қарыншаларын толтыратын ерекше сұйық құралады. Гипофиз ішкі секреция безі. Аралық мидан воронканың алдында хиазма құрайтын көру нервтері басталады. Бұдан басқа мидың бұл бөлімі осы бөліммен байланысты. Мидың басқа барлық бөлімдерінен кіретін қозуларды ауыстырып отыратын орталық. Ортаңғы ми шомбалды, негізінен және көру үлестерінен тұрады. Бұның төбесі нерв затынан тұрады. Төбесі нерв заты. Ішкі қуысы сильви құбыры деп аталады. Ортаңғы мидың астын аралық мидың воронкасы жапқан. Бұл ми бөлімінен көз қозғайтын нерв басталады. Сондықтан да ол көру орталығы. Оған қоса бұлшық тонусы мен дене тепе-теңдігін реттейді. Мишық жүзу және жемін ұстауда қозғалысты ұйқастырушы. Нерв затынан тұрады және ең жақсы жүзгіштерде жақсы дамиды. Оларға акулалар, тунецтер жатады.
Аз қозғалатын балықтарда ол өте кішкентай, оларға скаттар жатады. Миногалардың мыйшығы нашар дамыған, жеке бөлімге бөлінбеген. Шеміршекті балықтарда сопақша мидың төбесінің қуысты өсіндісі болып табылады. Мыйшық ортаңғы мидың көру үлестерін және сопақша миды үстінен жабады. Скаттардың мыйшығының үсті жылғамен 4 бөлімге бөлінген. Сопақша мидың түбі мен қабырғалары нерв затынан, ал төбесі жұқа эпителиалды қабықтан құралған. Оның ішінде қарынша қуысы болады. 4-ші қарынша, немесе ромб тектес ойық. Сопақша мидан көпшілік 5-тен 10-ға дейін бас нервтері басталады. Бұлар тыныс алу органдарын, тепе-теңдікпен естуді, сезінуді, бүйір сызығының сезгіш жүйелерін, жүректі, ас қорыту жүйесін жүйкелендіреді. Сопақша мидың артқы бөлігі жұлынға ауысады. Балықтардың миынан 10 жұп бас нервісі басталады. Олардың әрқайсының реттік номері мен аты бар. Бірінші, иіс сезу нервісі алдыңғы мидан басталады. Шеміршекті және кейбір нағыз сүйекті балықтардың иіс сезу пиязшығы иіс сезу капсуласына тікелей жанасады. Сосын алдыңғы мимен нерв жолы арқылы жалғасады. Көпшілік нағыз сүйекті балықтардың иіс сезу пиязшығы алдыңғы миға жанасады. Ал одан иіс сезу капсуласына нервтер барады. Оларға шортандар мен алабұғалар жатады. Екінші, көру нервісі аралық мидың астынан басталады және хиазма құрайды. Үшінші, көз қозғайтын нерв ортаңғы мидың астынан басталады. Төртінші, тежеуші нерв көз нервтерінің біреуін жүйкелендіреді. Ортаңғы мидың үстінен мыйшықпен шекарадан басталады. Барлық қалған нервтер сопақша мидан басталады. Бесінші, 3 тармақты нерв 3 бұдаққа таралады. Бастың жоғарғы бөлігінің терісін, ауыз қуысының жабындысын, жақ еттерін жүйкелендіреді. Алтыншы, бұратын нерв көздің бір етін жүйкелендіреді. Жетінші, бет нервісінің көптеген бұтағы болады. Бастың жекелеген бөліктерін жүйкелендіреді. Сегізінші, есту нервісі ішкі құлақты бүйір сызығын жүйкелендіреді. Тоғызыншы, тіл жұтқыншақ нервісі бірінші желбезек доғасын, жұтқыншақтың шырышты қабығын жүйкелендіреді. 10-шы, кезбе нервтің көптеген бұтақтары болады. Желбезектерді, ішкі органдарды жүйкелендіреді. Назарларыңызға рахмет.